Құрметті каналдың оқырмандары, бүгінгі видеомызда біз геометриялық оптика бөлімі, соның ішінде жарықтың түзу сызықты таралу заңы тақырыбы бойынша есептер шығару мысалдарын көрсететін боламыз. Жалпыда өзі бөлімнің аты айтып тұрғандай, геометриялық оптика болғандықтан біз бұл тақырыпты қарастырған кезде қандай да бір физикалық нақты формуланы жазбаймыз, иә. Мәселен, меншікті жылу сыйымдылығы немесе тағы басқа ом заңы деген тақырыптарда біз нақты бір физикалық формуланы жазып көрсетеміз. Ал бұл жерде біз ешқандай да физикалық формулаға сүйенбейміз, бірақ геометриялық оптиканың заңдарына сүйеніп бірнеше есепті қарастыратын боламыз. Мысалы, бірінші есептің берілгені былай дейді: көлденең жазықтықта екі тік бағана орналасқан. Бірінші бағананың биіктігі 2 метр, ал оның көлеңкесінің ұзындығы 1 метр. Екінші бағананың көлеңкесінің ұзындығы 70 сантиметр болса, оның биіктігін есептеңдер дейді. Және де бұл жерде жарық көзі күн дейді. Біздер енді бұл есеп шығару үшін әрине стандартты жағдайда бізден талап етіледі. Бірінші берілгенін жазу, иә. Міне берілгенін жазамыз. Берілгені. Бірінші бағананың биіктігі енді бұл бізде үлкенірек болып тұр ғой, яғни биігірек. Сондықтан да оны үлкен H деген әріппен өзіміз еркін түрде таңдау арқылы белгілейміз. 2 метр, ал оның көлеңкесінің ұзындығы. Демек, ол үлкен L деп белгілейміз. Өзіміз еркін таңдап алдық, 1 метр. Және де екінші ағаштың көлеңкесінің ұзындығы ол біріншісінен кіші болып тұр ғой. Сондықтан да L, кіші L деп белгілеп алсақ, ол ешқандай қателік емес. Енді бізде есептің шарты бойынша нені табуымыз керек? Әрине бізде табуымыз қажет екінші бағананың биіктігі. Оны еркін түрде өзіміз кіші H деп жазып алуға болады. Міне бұл жерде енді ең оптимальды жол іздейтін болсақ, біз мына геометриялық салу арқылы, мынау бірінші бағананың биіктігі, оның көлеңкесінің ұзындығы. Енді екіншісі одан кішірек болады. Кіші H, оның көлеңкесінің ұзындығы кіші L. Енді бұл жерде біз есеп шарты бойынша жарық көзі әрине күн сәулесіне келеді деп есептедік. Мұнда күн сәулесі, мұнда оның қандай да бір бұрыш горизонтпен жасайтын, және дәл сол сияқты екіншісі қандай да бір альфа деген бұрышпен. Бұл жерде екеуі де күн сәулесінен келіп жатқандықтан, мына екі бұрышты біз бір-біріне тең дейміз. Ол екі бұрыш бір-біріне тең деген сөз, ол үш бұрышымыз бір-біріне ұқсас деген білдіреді. Ал үш бұрыштардың ұқсастық қасиеті бойынша, мына кіші H бөлінген үлкен H тең болады кіші L бөлінген үлкен L. Біз енді неліктен бұл жақта кіші H-ты бөлшектің алдына жазып отыр? Өйткені бізге мына формуланы түрлендіру жеңілірек болу үшін. Қаласақ үлкен H-ты кіші H-қа, үлкен L-ді кіші L-ға бөліп жазуға да болады. Бірақ бізге өзімізге тиімді жолды таңдауға әр кезде де мүмкіндік берілген. Ең бастысы қате болмаса болғаны. Осыдан кіші H-ты түрлендіретін болсақ, бұл жерде де біз көбінесе пропорцияның қасиетін пайдаланамыз ғой. Пропорцияның қасиетін пайдаланамыз. Сонда мына жақта белгісізге бөлініп тұрған нәрсе теңдіктің келесі бетіне көбейту болып өтеді. Орындарына қоямыз. 2 метр көбейтілген 70 сантиметр бөлінген, мұнда үлкен L-міз 1 метр. Бұл жерде енді есептеу жүргізу үшін мына жерде өлшем бірліктерін қысқартып жіберуге болады. Есептейтін болсақ, мына 140 сантиметрге тең болады екен. Яғни бізде ол жауаппен сәйкес келіп тұр. Енді келесі екінші есепті құрметті каналдың оқырмандары, көрермендері, өз беттеріңізше шығарып көруді ұсынамын. Ереже, яғни пайдаланатын ережеміз бірінші есептікімен
өте ұқсас деп айтсақ та болады. Шарттарында да қатты айырмашылық жоқ. Енді келесі үшінші есепті шығарып көрсетейік. Яғни үшінші есептің берілгенінде былай деп тұр, яғни бойы 1,8 метр адамның шуақты күндегі жерге түсетін көлеңкесінің ұзындығы 90 сантиметр. Ал ағаштың көлеңкесінің ұзындығы 10 метр дейді. Сонда ағаштың биіктігі қандай дейді. Енді бұл жерде біз белгілеулерді өзіміз еркін түрде таңдаймыз. Есеп шартынан бізде көрініп тұр, ағаштың көлеңкесінің ұзындығы үлкенірек болып тұр. Демек оның биіктігі де үлкен. Сондықтан да белгілеулерді автоматты түрде былай ауыстырып жіберуге болады. Міне бірінші адамның бойының биіктігін кіші ашпен белгілеуге болады. Себебі логикалық тұрғыдан алып қарағанда ол бәрібір де адам ағаштың биіктігінен кіші екендігіне біз алдын ала болжам жасап жатырмыз. Енді дәл сол сияқты адамның көлеңкесінің ұзындығы 90 сантиметр дейді. Ал енді ағаштың көлеңкесі 10 метрге тең болса, 10 метрге, онда бізден сұрап жатыр ағаштың биіктігін табыңдар дейді. Біз енді тағы да бұл жағдайда суретін сызып көрмей жатып, нақты ешнәрсе айта алмаймыз. Міне біріншісі кіші аш, бұл адамның бойының биіктігі, және де оның көлеңкесінің ұзындығы кіші л. Енді келесі енді ағаштың көлеңкесінің ұзындығы одан ұзынырақ, үлкен л дедік. Сәйкесінше оның биіктігі де адам бойынан биігірек болады. Енді бұл жағдайда әрине бізде жарық көзі күн, жарық көзі күн, себебі ағаш далада өседі. Күн сәулесі келіп түсті, күн сәулесі. Дәл сол сияқты келесі ағаштан да күн сәулесі келіп түсті ағашқа да. Және де олардың горизонтпен жасайтын бұрыштары бірдей. Демек, тағы да біз тұжырым жасай аламыз. Қандай? Бұл екі үш бұрыш бір-біріне ұқсас. Олай болса біз іздеп жатырмыз үлкен ашты, сондықтан да формуланы тағы да үш бұрыштардың ұқсастығының қасиетін осы түрде жазуға бізге ешқандай да кедергі жоқ. Іздеп жатқан шамамызды бөлшектің алымына қоямыз. Бұл жерден енді үлкен ашты табатын болсақ, үлкен аш тең болады кіші аш көбейтілген l. Яғни бұл түрлендіруде біз пропорцияның қасиетін пайдаланамыз. Пропорцияның қасиеті бойынша үлкен ашты түрлендіріп алдық. Мына жерде сандық мәндерін қоямыз. Өлшем бірлігі 1,8 метр. Өлшем бірлігімен бірге жазсақ, бізге тиімдірек болады. 10 метр бөлінген l тең 90 сантиметр депті. Енді ар жақта метр мен метр болғандықтан қазір мына жерде кіші аш үлкен l. Одан кейін 90 сантиметр. 0,9 метрге айналдырып жаза берсек болады. Бұл жақта да енді есептеу жүргізуді біз өз қалауымызша таңдаймыз. Метр мен метр қысқарады. 0,9 бен 1,8 ол 2-ге қысқарады. Сонда жауабы 20 метр. Яғни бұл жауаппен сәйкес келіп тұр десек те болады. Келесі төртінші есепті де біз өз беттеріңізше шығарып көруге ұсынамыз. Қасиеттері ұқсас, екі есептің мағынасы бір-біріне өте жақын деп айта аламыз. Одан кейінгі есепті енді қарастыруды жөн көрдік. Берілгені былай дейді. Әкесінің бойы баласының бойынан 60 сантиметрге биік, ал көлеңкесінің ұзындығы 90 сантиметрге ұзын дейді. Егер баласының көлеңкесінің ұзындығы 180 сантиметрге тең болса, онда оның бойының биіктігін анықтаңдар дейді. Яғни бізде баласының бойының биіктігін анықтауымыз қажет. Мұнда бірінші баласының көлеңкесінің ұзындығынан бастап жазайық. Енді ол әкесінің бойы аласа болғандықтан, демек көлеңкесінің ұзындығы да одан аз деген сөз. Кіші l-ді баласының көлеңкесінің ұзындығы деп
белгілесек, ол өзімізге тиімді. Және де бізде әкесінің көлеңкесінің ұзындығы баласынан 90 сантиметрге артық немесе ұзын дедік. Демек, 90 қосылған 180 тең болады 270 сантиметр. Және де әкесінің бойы баласының бойынан 60 сантиметрге биік деп біз есеп шартын қойдық. Олай болса, бізде баласының бойының биіктігін анықтауымыз керек. Енді сызбамыз алдыңғы есептердің сызбасына өте ұқсас болады. Бірінші мысалы қарастыратын болсақ, әкесінің бойының биіктігі h, көлеңкесінің ұзындығы l, дәл сол сияқты енді баласының бойының биіктігі кіші h, оның көлеңкесінің ұзындығы l. Бізде енді барлығы тіке болып сызылу қажет. Бізде жарық көзі күн сәулесі, сондықтан да міне күн сәулесінен горизонтальмен жасайтын бұрышы бірдей, және екі үш бұрыш бір-біріне ұқсас деп есептелінеді. Олай болса, міне кіші h-тың үлкен h-қа қатынасы тең кіші l-дің үлкен l-ға қатынасы. Осы жерден кіші h тең болады үлкен h көбейтілген кіші l бөлінген үлкен l. Кіші h-қа сандық мәндерін алмастырамыз. Кіші h тең үлкен h-тың орнына h қосылған 60 сантиметр. Мына жақта l-дің үлкен l-дің кіші l-ға қатынасы. Керісінше кіші l-дің үлкен l-ге қатынасы. Ол бізде 180 бөлінген 270. Немесе бұдан біз қысқартатын болсақ, 2 бөлінген 3 деуге болады. Ары қарай 3h тең болады 2h қосылған 120 сантиметр, өлшем бірлігі. Бұдан h тең болады 120 сантиметр деген жауапты ала аламыз. Енді келесі біздің қарастыратын есебіміз алдыңғыларға қарағанда сәл өзгешелеу, бірақ шарттарында өзіндік ұқсастықтар бар. Есептің мәтініне өте мұқият назар аударған жөн. Міне былай дейді биіктігі. Көше шамы 3 метр биіктікте бағанада ілініп тұр. Ұзындығы 1,2 метр болатын тігінен орналасқан таяқтан түсетін көлеңкенің ұзындығы осы таяқтың ұзындығына тең. Яғни таяқтың биіктігі және оның көлеңкесінің ұзындығы бір-біріне теңейді. Сонда таяқ бағананың қандай қашықта орналасқан. Бұны да біз суретін салу арқылы және еркін түрде белгілеу арқылы шығарып көрсетуге болады. Енді бұл жақта геометриялық оптика болғандықтан геометрияның ережелері міндетті түрде қолданамыз. Міне мынау бізде көше шамы. Бұның жаңағындай биіктігі бізде есептің шартында анық айтылды. Биіктігі 3 метр биіктікте ілініп тұр. 3 метр биіктікте ілініп тұр. Енді соның жанында бұл да енді биіктігі ғой, келесі бір таяқ қағылған. H 1,2 метр, және де оның сол таяқтан шығатын көлеңкенің ұзындығы L. Екеуі 1,2 метрге тең. 1,2 метрге тең. Көше шамында, көше шамы ілініп тұрған бағананың биіктігі 3 метр. Олай болса, онда бізде таяқ бағанадан қандай қашықтықта орналасқан. Мынау тұрған x деген, x деп еркін түрде белгілеп алуымызға болады. Соны табу қажет. X тең сұрақ белгісі. Енді ары қарай, енді бұл жолы жарық көзі мына жақта орналасқан шам дейік. Шам бұлай, шамның жарығы осылай түседі. Тағы да бұрышымыз екі, біреуі жаңағындай
столбтың басындағы шамнан түскен жарық көзі және көлеңке, мына горизонт, мына шамнан түскен көлеңкенің ұзындығы, және де мынау екіншісі бағанадан түскен, таяқтан түскен көлеңкенің ұзындығы, екеуіне ортақ бұрыш. Сондықтан да мына жерде енді біз тағы да мейлінше толықтырып жіберуге болады. Мысалы, мынаны А нүктесі, мынаны Б нүктесі, мынаны С нүктесі деп, мынаны А штрих нүктесі деп, А штрих, мынаны Б штрих нүктесі деп, екі үшбұрыштың бір-біріне ұқсастығынан мынаны жазуға болады. Мына H-тың X қосылған L-ға, яғни столбтан түсетін көлеңкенің ұзындығы X қосылған L, екіншісі таяқтың биіктігі, мынау таяқтың көлеңкесінің ұзындығы. Бізде енді табуға мүмкіндік бар, орындарына қоямыз. 3x қосылған 1,2 метр дедік. Мына екеуі тең ғой, h пен l бір-біріне тең, бөлсек 1 шығады. Сонда 3 тең x қосылған 1,2. Өлшем бірліктері метр, сондықтан да x тең болады 1,8 метрге тең. Осылай шығарсақ болады. Енді келесі 7-ші есепте бұл геометриялық оптика тарауына берілген. Нақтырақ айтқан кезде үшбұрыштардың ұқсастығын пайдалануға болады. Біріншіден есептің шартын өте мұқият оқып шығамыз, және де соған сәйкес суретін сыз алсақ, есебіміз шықты деген сөз. Дуалда диаметрі 1 сантиметр дөңгелек саңылау бар дейді. Дуалда D тең 1 сантиметр дөңгелек саңылау бар. Ол дуалдың сыртынан саңылауға қарсы бағытта диаметрі 12 сантиметр алма ілініп тұр. Алмадан дуалға дейін қашықтық тең болады 1 метр, немесе ол тең 100 сантиметр. Адам алманы толығымен көру үшін көзі дуалдан қандай қашықтыққа қою керек дейді. Енді ол нақты айтқан кезде дуал мен қабырға мен алмаға дейін қашықтықтан кіші ғой. Енді бұл жағдай бойынша суретті саламыз. Енді өлшемдерді масштаб арқылы үлкейтіп көрсетуге болады. Мынау бізде бірінші саңылауды салып көрсетейік. Мынау бізде саңылау болсын. Саңылау бұның кіші D деп белгіледі, саңылаудың өлшемі. Енді оның жанында алманың өлшемін үлкен D деп белгіледік. Мына аралық үлкен D. Енді бізде мына аралық беріліп тұр. Алмадан дуалға дейінгі қашықтық 1 метр, оны үлкен L дедік. Енді адамның көзі мына саңылаудан қандай қашықтыққа қоюға болады? Не үшін? Алманы толығымен көру үшін, адамның мысалы көзі дейік. Мына аралықты біз табуымыз қажет. L, кіші L. Тағы да үшбұрыштардың ұқсастығын пайдалануға біз тырысамыз. Мына саңылау былай кетеді. Тағы да мұнда былай кетеді. Сонда бізде бұл жерде де бір-біріне ұқсас екі үшбұрыш шығайын деп тұр. Мынау біріншісі A, B және С үшбұрышы. Кейінгісі A, B штрих және С штрих үшбұрышы дейік. Сонда бұл жерде A, B штрих, С штрих үшбұрышы менен A, B, С үшбұрыштары бір-біріне ұқсас. Олай болса, мынандай қатынас табуға болады. Мынандай қатынасты бұл жерде жазған, ешқандай да қателік емес. Оны жазамыз, яғни L-дің саңылаудан адамның көзіне дейін қашықтық L-дің D-ға қатынасы тең келесі не болады? Келесі L, кіші L қосылған үлкен L-дің D-ға қатынасына. Осыған тең. Керекті шамаларды орнына қойып есептейтін болсақ, керекті шамаларды орнына қойып
немесе математикалық түрлендіру жасауға болады. Мына L D тең D L қосылған D L. Бізге белгісізі кіші L, сондықтан кіші L-ді бір жаққа жинаймыз. Мына D азайтылған кіші D тең D көбейтілген L. Және де мұнда бөлінген D азайтылған D. Өлшем бірліктерді қазір мына жерде толықтырып кетейік. Мына жерден былай жасауға болады. Жерде сәл асыққан сияқтымыз. Мына L жақшаның сыртына шығарамыз. D азайтылған D тең болады D көбейтілген L. Енді бұдан барып біз L-ді табатын болсақ, онда D көбейтілген L бөлінген үлкенді азайтылған кіші D. Жалғасын ары қарай жазатын боламыз. Келесі бетке формуламызды тағы да қараймыз. Яғни L тең кіші D-мыз 1 сантиметр, үлкен L-мыз 100 сантиметр. Жазамыз. Кіші L тең 1 сантиметр көбейтілген 100 сантиметр бөлінген бөлімінде не бар? Үлкен D-дан кіші D-ны азайтамыз. Яғни 12 сантиметр азайтылған 1 сантиметр. 12 сантиметр азайтылған 1 сантиметр. Мына жақта мынау 0, яғни 6 деп түсініп қалмау керек. 100 сантиметр бөлінген 11 сантиметр. Бұны ары қарай есептейтін болсақ, 100 сантиметрді бөлеміз. 100 сантиметр квадрат қойынды, 100 сантиметр квадрат. Жақтан қысқарып кетеді сонда. Ары қарай бөліп есептейтін болсақ, 100 бөлінген 11. Жуықтап алған кезде 9,1 сантиметр. Жауабына тексеретін болсақ, яғни 9,1 сантиметрден артық емес қашықта тұру керек екен. Сонда адамның көзі саңлаудан 9,1 сантиметрден артық емес болу керек екен. Егер одан артық болса, онда немесе жақын болып кетсе, онда да дұрыс көрінбей қалуы мүмкін екен алманың. Жалпыда бүгінгі сабағымыз осы. Мұндағы екінші, төртінші есептерді өз беттерінше шығаруға ұсынамыз.